Адам неге байымайды? Көп адам ақша жоқ деп ойлайды. Бірақ шындық ақшада емес. Мәселе тәртіпте. Табыс бар, бірақ есеп жоқ. Арман бар, бірақ жоспар жоқ. Қалау бар, бірақ әрекет жоқ. Байлық кездейсоқ келмейді. Ол күнделікті әдеттерден құралады. Бабаларымыз айтқан, байлық еңбекте, береке ниетте деп. Ниетің түзу, тәртібің мықты болса, ақша өзі жол табады дейді. Ақша адамды бұза ма? Көп адамдар айтады, ақша адамды бұзады деп. Жоқ, олай емес. Ақша адамның ішін көрсетеді. Жомарт адам байса көбірек береді. Аш көз адам байса көбірек жинайды. Ақша мінезді өзгертпейді, ол мінезді ашады. Сондықтан байлықтан емес, ішіңдегі ниеттен қорқ. Кедейлік ақша жоқтық емес. Кедейлік ойдың тарлығы. Ақшасы аз, бірақ арманы үлкен адам ертең бай болуы мүмкін. Ал ақшасы бар, бірақ ойы тар адам ертең бәрін жоғалтуы мүмкін. Халқымыз айтады, ойы кеңнің өрісі кең деп. Байлық ең алдымен санадан туады. Неге кей адамдар сені тастап кетеді? Кей адамдар сені емес, жағдайыңды жақсы көреді. Жағдай өзгерсе, олар да өзгереді. Олар сенің деңгейіңде емес, пайдаңа байланып жүреді. Ал нағыз адамдар жағдайға емес, саған қалады. Сондықтан кеткендерге ренжіме, олар өз деңгейіне қайтты деген сөз. Өмірде ең үлкен қауіп не? Сіз білесіз бе? Ештеңе істемей өту. Қателесуде қорқынышты емес, әрекет етпеу ең қорқынышты. Халқымыз батырды әрекеті үшін бағалаған, қорықпағаны үшін құрметтеген. Сондықтан тәуекел қорқыныштан күшті болу керек. Жалғыз қалудан қорқасың ба? Кейде жалғыздық жаза емес, сабақ. Жалғыз қалған кезде адам өзін таниды. Кім екенін, не қалайтынын, не армандайтынын түсінеді. Үнсіздік ең адал ұстаз. Өзіңмен дос бола алсаң, өмірде сен жалғыз емессің. Бұл жай ғана видео емес. Бұл ой бөлісетін орта. Саған қандай ой келді? Төменде қалдырыңыз. Бізден адасып қалғыңыз келмесе, бізді жоғалтып алмайын десеңіз, бізді сақтап алыңыз.